Құрметті сот, енді осы жасалған қылмыспен жәбірленушілерге қаншалықты моральдық зиян келтіргенін ешкімге түсіндіріп айтудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Сондықтан не талап ететінімізді жария жасасам бола ма? Болады. Кімнен? Кімнен қанша мөлшерде? Қанша мөлшерде? Жақсы. Кімнің атынан беріп отырғаныңызды? Қай жәбірленушінің атынан беріп отырғаныңызды, кімнен талап ететініңізді айтып өтсеңіз. Бірінші тармағы Шынасыл Абзал Нұрғалиұлынан Нұрымов Қаужаубай Полатовичтің пайдасына олының жерлеу рәсіміне қатысты жұмсалған шығын өтеуі ретінде 2.794.000 теңге мөлшерінде соманы өндіру. Материалдық шығын. Екінші, Шынасыл Абзал Нұрғалиұлынан және Сакиев Равиль Магомедовичтен ортақтастырып үлестік. Мен сізден кешірім сұрайын. Көшірмесін қорғау тарапына берсеңіз, бар ма көшірмелері? Әр қайсысы сотталушыларға қайсысына талап арыз келтіріп отырсыз, және қорғаушыларына көшірме. Біз сот кабинеті арқылы қазір ғана біз аяқтап жібердік, сондықтан үлгермедік. Жақсы. Қалысаңыздар бір-бірінен ұстатамыз. Квитанцияны бәрі сот кабинеті арқылы жібердік, ол жерден көрсеңіздер болады. Және оның несін түпнұсқасын алып келіп сотқа ұсынамыз. Тыныш. Құрметті чатқа жіберсеңіз электронный. Жақсы, жалғастыра беріңіз онда. Екінші, моральдық өтемақы ретінде Шынасыл Абзал Нұрғалиұлынан және Сакиев Равиль Магомедовичтен ортақтасқан үлестік түрде, яғни солидарный порядка, Нұрымов Қажабай Полатовичтің пайдасына қылмыстық құқық бұзушылықта келтірген моральдық зиянның өтеуі ретінде 100 миллион теңге мөлшерінде өтемақы андыруды, яғни әрқайсына шаққанда 50 миллион теңге деп есептеп отырмыз. Үшінші, Шынасыл Абзал Нұрғалиұлынан және Сакиев Равиль Магомедовичтің ортақтастырған үлестік түрде Бишимбаева Гүлбара Аспекованың пайдасына қылмыстық құқық бұзушылық келтірген моральдық зиянның өтеуі ретінде 100 миллион теңге мөлшеріндегі өтемақы өндіруді. Төртінші, Шынасыл Абзал Нұрғалиұлынан және Сакиев Равиль Магомедовичтен ортақтасқан үлестік түрде Бишимбаева Гүлбара Аспекованың кешіңіз екрет айтып көтмін. Кімнің? Қадырова Жұмабекова жолдасының пайдасына қылмыстық құқық бұзушылық келтірген моральдық зиянның өтеуі ретінде 100 миллион теңге мөлшеріндегі өтемақы өндіруді. Содан кейін Белғожаева Шыңғыс Айдосұлы, Әскентай Дархан Баялханұлы, Ильяс Нұрқияс Төлепбекұлы, Тоқтаубаева Азамат Маратбекұлы, Тоқтаубаев Нұрбалат Маратбекұлы, Қалиахмет Дидар Еркінұлынан ортақтасқан үлестік түрде Нұрымов Қажабай Полатовичтің пайдасына қылмыстық құқық бұзушылық келтірген моральдық зиянның өтеуі ретінде әрқайсысынан 20 миллион, жалпы сомасы 120 миллион теңге мөлшеріндегі өтемақы өндіруді сұрап отырмыз. Жетінші, Белғожаев Шыңғыс Айдосұлы, Әскентай Дархан Баялханұлы, Ильясов Нұрқияс Төлепбекұлы, Тоқтаубаев Азамат Маратбекұлы, Тоқтаубаев Нұрбол Маратбекұлы, Қалиахметов Дидар Еркінұлынан ортақтасқан үлестік түрде Бишимбаева Гүлбара Аспекованың пайдасына қылмыстық құқық бұзушылықтан келтірілген моральдық зиянның өтеуі ретінде әрқайсысына 20 миллионнан, жалпы сомасы 120 миллион теңге мөлшеріндегі өтемақы өндіруді сұрап отырмыз. Сегізінші, Белғожаев Шыңғыс Айдосұлы, Әскентай Дархан Баялханұлы, Ильяс Нұрқияс Төлепбекұлы, Тоқтаубаев Азамат Маратбекұлы, Тоқтаубаева Нұрбол Маратбекұлы, Қалиахмет Дидар Еркінұлынан ортақтасқан үлестік түрде Қадирова Жұмабекова жолдасының пайдасына қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірген моральдық зиянның өтеуі ретінде 120 миллион теңге мөлшерінде өтемақы өндіріп беруді сұраймыз. Қосымша ретінде жерлеу рәсіміне кеткен квитанция түбіртектер тіркелді сот кабинеті арқылы. Сонымен қатар біз моральдық зиян жан азабын шеккендігін психолог зерттеу қорытындысымен
негіздеп отырмыз. Яғни бұл психологиялық зерттеу қорытындысы 57 номерлі біз сот кабинеті арқылы да сотқа ұсындық қоймыз. Рахмет. Түпнұсқалары бар ма? Түпнұсқасы қазір бар. Жоқ, жана квитанцияларыңыздың. Квитанция қазір біз өзімізде жоқ қоймыз. Біз сот кабинеті арқылы түпнұсқаларын жібердік. Сот кабинеті арқылы қалай жібердіңіз? Көшірмесін. Көшірмесін, сотқа түпнұсқасын беру керек қой. Ол енді не кәсіби қосымшасы ретінде кеткен ғой. Біз оны ала алмаймыз. Жақсы, беріңізші сотқа онда. Қолыңызда. Құрметті сот, фискальный чектерін требовать етуіміз керек біздер. Жақсы, осыған байланысты азамат талап арыз келтіруіне байланысты сот қазір үзіліс жариялайды.